Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай керемет болып шығатын құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің каналға ең алдымен жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Рецепт өте қарапайым және де өте керемет болып шығады. Ол үшін бізге сұйық май, айран, 2 жұмыртқа, ұн, ас содасы және де жылы су, кішкене сүт қажет болады. Осылардың барлығын араластыра отырып, ең алдымен біз жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып алатын боламыз. Миксерді қажет етпейді. Осылай шанышқымен немесе өздеріңізге ыңғайлы затпен араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жаңа жылдық дастарханда да өте керемет болып ашып тұратын тағамдардың бірі деп айтсам болады. Сүтіміз бен сұйық майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Осылай бір текті қоспаны араластыру барысында жасайтын боламыз. Және де жылы суымызды осылай кішкене ас содасын салып, араластырып барып қоспамызға құятын боламыз. Мінекей осылай үнемі араластыруды қажет етеді. Ең соңында електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да бір текті қоспа дайындаймыз. Без комочки дейді ғой, сондықтан да ұнымыз бір жерде жиналып қалмау қажет. Барлығын жақсылап араластырыңыздар. Мінекей бізде осындай дайын болды. Енді осыны арнайы табада пісіріп алатын боламыз. Немесе арнайы таба болмаса, кәдімгі сковородкаларда да пісіре беруге болады, өздеріңізге ыңғайлы етіп. Кішкене су құйып жібердім, қою болып кеткен сияқты. Тағы да араластырамыз. Мінекей бізде осылай дайын болды. Енді осыны пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздар қатты қою емес, немесе қатты сұйық емес болып шықты. Екі бетін осылай жақсылап пісіріп алдық. Нәтижесінде осындай керемет болып шықты. Медпен, немесе қаймақпен, творогпен, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты орап, немесе үстіне сеуіп деген сияқты ұсынсаңыздар болады. Үлкен рахмет.